Компьютерлік сауаттылық жеке баптаулар. Егер сіз өзіңіздің жұмыс үстеліңіздегі суреттерді немесе бұғаттау экранындағы бейнені өзіңіздің қалауыңызша баптағыңыз келсе, онда келесідей әрекетті жасаңыз. Жұмыс үстеліне тінтуірдің оң жақ батырмасын басасыз, персонализация пунктісін таңдайсыз. Сізге баптаулар ашылады. Көріп отырғандарыңыздай бірнеше бөліктер бар. Оның ең алғашқысы фон. Сіз өзіңіздің жұмыс үстеліңіздің фонын бірнеше түрде баптай аласыз. Мысалы, фото. Кез келген бір фотоны таңдасаңыз, жұмыс үстеліңізге сол фото орнатылады. Ол фотолар алдын ала берілген болуы мүмкін, немесе сіз өзіңіз қалаған фотоны іздеп қоя аласыз. Келесі біркелкі түске бояу. Сіз өзіңіздің жұмыс үстелін толығымен бір түске бояп тастай аласыз. Немесе слайд-шоу. Белгілі бір суреттер жиынтығын көрсетіп, берілген интервал бойынша сол суреттер ауысып көрсетіліп тұрады. Келесі бөлік цвета, яғни түстер. Сіз өзіңіздің меню пуск, тапсырмалар панелі және де терезелеріңіздің айналасын қандай түске боятыныңызды таңдайсыз. Мысалы, түсті ауыстырып көрейік. Енді біздің менюіміз және де тапсырмалар панелі басқа түске боялды. Осы түспен қандай бөліктер боялатынын да анықтай аласыз. Мысалы, мына жердегіні алып тастасақ, онда біздің тапсырмалар панелі біркелкі қара түсті сақтап қалды. Қайтадан қоятын болсақ, онда сол түс оралады. Мөлдірлік эффектісі ол мына бөліктеріне қатысты алып тастайтын болсақ, бәрі біркелкі болады. Ал егер қосатын болсақ, онда бұлыңғыр, мөлдір, шыны сияқты болып тұрады. Сонымен қатар сіз компьютеріңіздің жалпылама жұмыс істеу режимін таңдай аласыз. Ол ашық түсті болуы мүмкін, немесе қараңғы түсті болуы мүмкін. Келесі бізде бұғаттау экраны. Бұғаттау экранында да жұмыс үстелі сияқты бірнеше баптаулар бар. Оған бір сурет қоя аласыз, берілген немесе өзіңіз таңдап. Слайд-шоу жасай аласыз, немесе Windows интересный дейді. Бұл жерде фондық сурет өздігінен жүктеліп ауысып тұрады. Сонымен қатар сізге қызықты фактілер немесе әзілдер жазылып шығуы әбден мүмкін. Келесі бөлік бізде темы. Бұл бөлік сізге смартфоныңызда да таныс болуы мүмкін. Яғни сіз жалпылама өзіңіздің компьютеріңіздің барлық бағдарламаларына ортақ бір теманы жүктеп орнатасыз. Келесі бөлік шрифті. Сіздің компьютеріңіздегі барлық жазулар қандай шрифтпен жазылатынын таңдайсыз. Ал соңғы екі пунктке біз бөлек тоқтайтын боламыз. Осымен сабақ аяқталды. Барлығы түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.